Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды және тіркелуді ұмытпа. Бүгін біз 8-ші сыныптың металдардың оттекпен және сумен әрекеттесуі тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: металдардың белсенділік қатарын пайдаланып, мына металдардың оттекпен қандай жағдайда әрекеттесетінін анықтаңдар. Калий, натрий, алюминий, мырыш, хром, сынап, кальций, темір. Тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар. Бірінші сұрақтың жауабы: сіздерге металдардың белсенділік қатарын жазып қойдым. Ең белсенді металдарға литий, калий, натрий, кальций және де барий жатады. Яғни бізде калий мен натрий оттегімен өте белсенді әрекеттеседі. Ал алюминий, цинк, хром, темір және сынап оттекпен қыздырғанда әрекеттеседі. Себебі олар орташа белсенді металдарға жатады. Екінші сұрақ: металдардың белсенділік қатарын пайдаланып, сумен гидроксид және сутек түзіп әрекеттесетін, оксид және сутек түзіп әрекеттесетін металдарға 3 мысалдан келтіріп, реакция теңдеулерін құрастырыңдар. Екінші сұрақтың жауабы: А жағдайында бізде гидроксид пен сутек түзілу қажет. Ол үшін литий, калий және кальций металдарын сумен әрекеттестіреміз. Сонда литий гидроксиді және кальций гидроксиді, калий гидроксиді шығады. Келесі Б жағдайында оксид пен сутек түзілу қажет. Ол үшін біз мырыш, темір және қорғасын металдарын пайдаланамыз. Бізде нәтижесінде мырыш оксиді, темір оксиді және қорғасын оксиді шығады. Үшінші сұрақ: оттекпен сумен реакцияға түспейтін металдарға мысалдар келтіріп, оларды атаңдар. Үшінші сұрақтың жауабы: оттекпен реакцияға алтын мен платина түспейді. Сутектен кейін орналасқан белсенділігі өте төмен металдардың барлығы сумен әрекеттеспейді. Оларға мыс, сынап, күміс, платина, алтын жатады. Төртінші сұрақ: металдар сумен әрекеттескенде белсенділіктеріне байланысты металл оксидтерін немесе гидроксидтерін түзеді. Литий, мырыш, темір, натрий сумен әрекеттескенде қандай өнімдер түзіледі? Төртінші сұрақтың жауабы: литий сумен әрекеттескенде литий гидроксидін және сутек түзеді. Реакцияны теңестіру үшін литийдің алдына, судың алдына және литий гидроксидінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Мырыш сумен әрекеттескенде мырыш оксидін және сутек түзеді. Темір сумен әрекеттескенде темір оксидін және сутекті түзеді. Натрий сумен әрекеттескенде натрий гидроксиді мен сутек түзеді. Реакцияны теңестіру үшін натрийдің алдына, судың алдына және натрий гидроксидінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Бесінші сұрақ: металдар мен олардың қасиеттері арасындағы сәйкестікті табыңдар. Мыс сумен мүлдем әрекеттеспейді. Мырыш су буымен әрекеттеседі. Магний ыстық сумен әрекеттеседі. Калий суық сумен белсенді әрекеттеседі. Алтыншы сұрақ: келесі көне жәдігерлердің қайсысы темірден және қайсысы алтыннан жасалған? Жауаптарыңды түсіндіріңдер. Алтыншы сұрақтың жауабы: бірінші суреттегі алтын. Себебі алтын химиялық инертті металл. Бұл оның басқа заттармен әрекеттеспейтінін білдіреді. Бұл алтынның тот баспайтынын және теріні тітіркендірмейтінін түсіндіреді. Екінші суреттегі темір. Темір ауа оттегісімен тотығуға ұшырайды. Ауадағы оттегімен темір қышқылданып, оны тот басқан. Жетінші сұрақ: литий мен су арасындағы реакция теңдеуін жазып, теңестіріңдер. Жетінші сұрақтың жауабы: литий сумен әрекеттескенде литий гидроксидін және сутекті түзеді. Реакцияны теңестіру үшін литийдің алдына, судың алдына және литий гидроксидінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Сегізінші сұрақ: сумен әрекеттескенде оксидтер түзетін металдар санын анықтаңдар. Сегізінші сұрақтың жауабы: бұл металдар сумен әрекеттескенде оксид түзеді. Олар магний, алюминий, цинк, феррум және плюмбум. Магний сумен әрекеттескенде магний оксидін және сутек түзеді. Алюминий сумен әрекеттескенде алюминий оксидін және сутек түзеді. Реакцияны теңестіру үшін алюминийдің алдына 2, су мен сутектің алдына 3 коэффициентін қоямыз. Цинк, яғни мырыш
сумен әрекеттескенде мырыш оксидімен сутек түзеді. Темір сумен әрекеттескен кезде темір оксидімен сутек түзеді. Қорғасын сумен әрекеттесіп, қорғасын оксидін және сутек түзеді. Осымен біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.